Бүгін мен үшін ерекше күн. Күнделікті САП пен полигондағы қызметтің орнына мені мектеп сыныбы күтіп отыр. Бүгін оқушыларға алғашқы әскери дайындықтан сабақ өткіземін. Бұны біз ұстаздар күніне арнаймыз. Мен қатардағы жауынгер Еспосын 24 әскери бөлімінің 12-ші танк бригадасы барлау батальоны арнайы мақсаттағы барлау ротасының аға маман оқшашары лауазымында отырмын. Мен өзім барлаушы болғаннан кейін сіздерге бүгін барлаушылар туралы түсіндірем. Әскерде менің командирлерінде, сержанттарында ұстаз іспетті. Олар да бізді тәрбиелеп, білім беріп шыңдайды. Жанымызға қорған болып, әрқашан қамқорлығын көрсетеді. Сондықтан, мен үшін ұстаз деген тек қана мектепте емес, өмірдің әр саласында да бар. Сол себепті тәлім беріп, жол көрсеткен әрбір жанға шын жүректен тағзым етемін.